Алина, білесің бе, олимпиадаға біздің сыныптың атынан Дархан қатысады екен. Алина, білесің бе, олимпиадаға біздің сыныптың атынан Дархан қатысады екен. Керемет, Дархан ақылды, білімді, алғыр, зерек оқушы. Ол болашақта ғалым болғысы келеді. Мен оның бірінші орын алатынына сенемін. Мен де сенем. Алина, ақылды, білімді, алғыр, зерек деген қандай сөздер екенін білесің бе? Ақылды, білімді, алғыр, зерек синоним сөздер. Сөз мағынасына қарай синоним, амоним, антоним болып бөлінеді. Синоним мағыналары өзара жақын, жуық, мәндес сөздер. Олар бір сөз табына жатады. Бірінің орнына бірін қолдануға болады. Мысалы, әдемі, сұлу, әсем, көрікті, келбетті, реңді. Жарайсың, Алина. Мысалы, туыс, тума, туысқан синоним сөздер. Себебі мағыналары жуық, бірінің орнына бірін қолдануға болады. Бір сөз табына жатады, яғни зат есім. Жарайсың, Дана. Білгенің жөн. Мәтіннің тақырыбы. Мәтінде сөз болатын мәселе. Мәтін мазмұнының негізгі арқауы. Мәтін тақырыбын сұрақ арқылы анықтаймыз. Мәтінде қандай мәселе көтеріледі? Не сөз болады?